Сәлем оқушылар, бұл бізде санау жүйесіндегі 3-ші сабақ. Екілік, 8-дік және 16-лық санау жүйелерінен 10-дық санау жүйесіне сандарды ауыстыруды өтетін боламыз. Ең алдымен мынау бізде екілік санау жүйесіндегі сандар. Осы 3 санды екілік санау жүйесіне 10-дық санау жүйесіне ауыстырып көрсететін боламын. Ең алдымен 101-ді алайық. Біз осы сандарды 0-ден бастап белгілеп шығатын боламыз. 0, 1, 2 деп керісінше ретпен. Енді осыны былай жазамыз. Бізде ең алдымен 2-нің екінші дәрежесі 2 және де мына жерде бізде 2 тұр ғой. Осыны 2-нің екінші дәрежесі деп аламыз. Ал мынау бізде 0 болғандықтан оны елемей кетуге болады. Одан кейін бізде мына зат ол бізде 2-нің 0-шы дәрежесі. Нәтижесінде 4 қосылған 1-ді береді. Бұл бізде 5 санына тең болады. Келесі бізде 1111 деген сан жазып аламыз. Бұны да дәл солай 0-ден бастап керісінше ретпен белгілеп шығамыз. 0, 1, 2, 3. Енді бізде ең алдымен 2-нің 3-ші дәрежесі қосылған 2-нің 2-ші дәрежесі, қосылған 2-нің 1-ші дәрежесі, қосылған 2-нің 0-ші дәрежесі. Бұл бізде 8, қосылған 4, қосылған 2, қосылған 1-ді береді. Нәтижесінде бұл сан бізде 15-ке тең. Келесі сан бізде 100.111 деген сан. Бұл санды да дәл солай 0-ден бастап белгілеп шығамыз. 0, 1, 2, 3, 4, 5 деп. Енді бұл санды 2-нің 5-ші дәрежесі, қосылған 2-нің 2-ші дәрежесі, қосылған 2-нің 0-ші дәрежесі деп аламыз. Яғни байқап отырғандай тек қана 1-дің ғана төбесіндегі дәрежелерін алып шығамыз. Енді бізде 2-нің 5-ші дәрежесі ол бізде 32-ке тең. 2-нің 2-ші дәрежесі ол бізде 4-ке тең. Ал мынау 2-нің 0-ші дәрежесі еді. Бұл бізде 1-ге тең. Нәтижесінде бұл бізде 37 санына тең болады. Енді келесі бұл бізде 8-дік санау жүйесіндегі сандар. Осы сандарды біз 10-дық санау жүйесіне ауыстырамыз. Ең алдымен 77. Дәл сол екілік санау жүйесіндегідей санды номерлеп аламыз. 0 және де 1. Және де бұл жерде екілік санау жүйесіне бізде тек қана 1 болғандықтан 1-ді көбейтіндер ретінде жазбай кеттім. Ал 8-дік санау жүйесінде жазу міндетті, яғни бірінші біз 7-ні жазамыз. Ол көбейтілген 8-ді жазамыз және де мына жердегі дәрежені аламыз. Қосамыз, мына 7-ні жазамыз, көбейтеміз, мына жердегі 8 және де мына жердегі 0 дәрежені жазамыз. 8 жердегі 7 ол бізде 56-ға тең. Оған қосамыз, 8-дің 0-ші дәрежесі ол 1-ге тең, 17-ге көбейтсек 7-ге тең болады. Нәтижесіне 63-ке тең. Келесі сан бізде ол 12. 12 8-дік санау жүйесінде дәл бағанағыдай 0-ден бастап белгілеп аламыз. 0 және де 1 деп. Енді 1 көбейтілген 8-дің 1-ші дәрежесі қосылған, мына жерде бізде 2 көбейтілген 8-дің 0-ші дәрежесі. Яғни бұл жерде 8 шығады мына жерден, ал мына жерден 2 шығады. Нәтижесінде ол бізде 10-ға тең. Келесі 404 саны. Дәл жаңағыдай 0-ден бастап белгілеп аламыз. 0, 1 және де 2 деп. Енді 4 көбейтілген 8-дің мына жерде 2-ші дәрежесі. Қосылған біз 0-ді жазбай кетсек те болады. Себебі 0-ге кез келген санды көбейткенде бізде 0-ді береді. Одан кейін бізде 4 көбейтілген 8-дің мына жердегі 0-ші дәрежесін аламыз. Бұл есеп бізде 256-ға тең. Қосамыз 4-ті.
Нәтижесінде 260 ондық санау жүйесіндегі сан шықты. Енді біз 16-лық санау жүйесіндегі сандарды ондық санау жүйесіне ауыстырайық. Ең алдымен А7-ден бастаймыз. Біз мына жерде ең алдымен шкаланы жазып алайық. Сызып алсаңыздар, есеп шығаруда оңай болады. Енді біз А7-ні аламыз. Дәл бағанағы екілік 8-лік санау жүйесіндегіден 0-ден бастап белгілеп шығамыз. 0 және де белгілеп. Енді біз А бізде ол 10-ға тең. 10 көбейтілген 16-ның мына жерде бірінші дәрежесі қосылған 7 көбейтілген 16-ның 10-шы дәрежесі. Нәтижесінде мына жерде бізде 160 шығады. Ал мына жерде мынау бізде бәрі тең, 7-ге көбейткенде 7, яғни 167 саны шығады. Келесі бізде F саны. Дәл жаңағыдай 0-ден бастап 1-ге дейін белгілеп аламыз. F бізде мына жерде байқап отырғанымыздай 15-ке тең. Осыдан кейін 15 көбейтілген 16-ның мына жердегі бірінші дәреже қосылған 15 көбейтілген 16-ның 10-шы дәрежесі. Бізде 16-ны 15-ке көбейтсек 240-қа тең. Осыған қосамыз, мына жерде бізде мынау 1-ге тең болады. 1-ді 15-ке көбейтсек 15-дің өзі шығады. Нәтижесінде 255 ондық санау жүйесіндегі сан шығатын болады. Бізде келесі сан 16 А саны. Дәл жаңағыдай біз белгілеп аламыз. 0-ден бастап 0, 1 және де 2 деп белгілеміз. Енді 1 көбейтілген 16-ның екінші дәрежесі қосылған 6 көбейтілген 16-ның бірінші дәрежесі қосылған А бізде мына жерде байқап отырғанымыздай 10-ға тең. 10 көбейтілген 16-ның 0-шы дәрежесіне тең болады. 256 санына тең. Оны 1-ге көбейтсек, 256-ның өзі шығады. Келесі бізде 16-ның бірінші дәрежесі 16-ға, 16-ны 6-ға көбейткенде 96 саны шығады. Ал мына жерде 16 бізде 16-ның 0-шы дәрежесі 1-ге тең, ал 10-ға көбейткенде 10-ның өзі шығады. Енді 362 сан шығады. Бізде осымен санау жүйелеріне қатысты 3-ші сабақ аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.